Disco'dan. Сәлем достар, сіздермен бірге асхана әлемі бүгін қытырлаған пияз дайындайтын болады. Ингредиенттері өте жеңіл және кішкентай сәбилерге де қатты ұнап, сүйсініп жейтін тағамдарының біріне айналады деген сенімдемін. Пиязды видеодағыдай етіп турап дайындап аламыз. Шұңғылды ыдысымызға 180 грамм ұн, 220 мг су, 3 ас қасық шемішке май, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және шай қасықпен жартылай паприка салып, бәрін біркелкі етіп араластырамыз. Дәл осындай болып шығу керек. Алдын ала дайындалған пиязымызды осы қоспаға араластырып, протеинге саламыз. Дәл видеодағыдай үстінен сәл басыңқырап, қызып тұрған 220 градустағы пешімізге саламыз. 200 грамм ірімшікті күштен өткізіп дайындап қоямыз. Пеште жарты сағат бойы пісіп жатырған тағамымызды алып, үстіне ірімшігімізді сеуіп, кері пешке салып, тағы да жарты сағатқа қоямыз. Міне біздің 220 градуста 1 сағат бойы піскен қытырлақ пиязымыз дайын болды. Асхана әлемі каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Сіздердің комментарияларыңыз мен үшін үлкен қолдау болып табылады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.